Сәлем достар, бүгінгі видеода біздер міндетті медициналық сақтандыру справкасын алатын боламыз. Алдымен видеоға лайк басып кеттіңіз, осы YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Жақсы, пайдалы ақпараттармен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Инста парақшама да тіркеліп қойсаңыздар болады. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийда сұрақ қойып, біліп алсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын. ЕГОВ порталына кіреміз. Және здравоохранение дегенге барып, соны басамыз. Төмен қарай түсіп, төменге қарай түсеміз, сосын показать все дегенді басамыз. Мына жерде ең ұзақ бұл жазылып тұр. Предоставление информации, обучайся деп жазылып басталған. Осыны таңдаймыз. Заказать услугу онлайн деп басамыз. Содан кейін автоматты өзіңіздің иініңіз шығатына жерге. Мінекей. Және астына өзіңіз периодты таңдайсыз, яғни 1 жылға алғыңыз келе ма, 6 айға ма деген сияқты уақытын белгілейсіз. Сосын өзіңіздің РСА кілтіңізбен подпись қоясыз. Подписті қоясыз. Тез дайын болады, 10 минуттың ішінде дайын болады деп тұр. Біздер обновить етсеңіздер, сразу дайын болады. Қазақша түрін ашып көрсетейін. 2 тілде бізге дайындап береді жалпы. Бұл медициналық жаңағы отчислениялар сіздің жұмыс орныңыздан түсуі мүмкін. ИП-іңіз болса, қию керек боласыз. Немесе декретте отырған ана болсаңыз да автоматты түрде жүреді.